Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырып табиғатты қорғау. 56-шы параграф. Қазақстан табиғатының қолайсыз тұстары көп. Еліміздің басым аймағының климаты құрғақ. Адамның іс-әрекеті нәтижесінде бұзылған экожүйенің қалпына келуі өте қиын. Шаруашылық әрекеттің өсімдіктерге, жануарларға кері әсерімен байланысты мәселелердің барлығы экологиялық деп аталады. Қазақстандағы экологиялық мәселелердің себептері әртүрлі. Еліміздің көптеген өзен-көлдері тұрмыстық қалдық сулармен және өнеркәсіп қалдықтарымен ластанған. Каспий теңізі көп мөлшерде мұнай қалдықтарымен ластанған. Бұл жағалаудағы құстар мен тюлендердің жаппай жойылуына әсер етуде. Ал аралдағы балықтардың, су жануарлары мен өсімдіктердің тіршілік ортасы жойылды. Тірі организмдер үшін, соның ішінде адам үшін атмосфераның маңызы ерекше. Атмосфера жер шарын тек таза ауамен қамтамасыз етіп қана қоймай, жерді ғарыштың зиянды сәулелерінен қорғайды. Табиғаттағы зат және энергия алмасуын қамтамасыз етеді. Ластанудың негізгі көздері кәсіпорындар, жылу электр станциялары, автокөліктер, ғарыштық кемелер. Халық санының өсуі ғылым мен техниканың дамуына ұласты. Техникалық ғылымның дамуы мен қару-жарақ жарысы қоршаған ортаның жағдайын қиындатты. Қазақстанның басым аумағы әскери полигон әрекеттері мен ғарыштық техникаларды ұшырудан зардап шегуде. Кейінгі кезде қоқыс қалдықтары да экологиялық мәселелерге айналды. Бір ретті қолданылатын заттар өндірісінің артуы тұрмыстық қоқыс мөлшерінің артуына алып келді. Бұл мәселелер көп жағдайда өнеркәсіптік қалдықтармен емес, адамның мәдениетімен, сауаттылығымен байланысты. Егер әркім өзінің тұрғылықты жері мен ауласының тазалығын сақтаса, біздің ортақ үйіміз таза болар еді. Табиғатты қорғайық, достар. Кері байланыс ретінде төмендегі берілген суретке талдау жасаңдар. Экологиялық мәселелердің туындауына не себеп болғанын өз сөздерімен түсіндіріп көріңдер. Сіздерге сәттілік, назарларыңызға рахмет.